Биылғы жылы 2025 жылы 11-15 қаңтар аралығында Ресей Федерациясы Псков облысы Небель қаласына бардық. Ол жерде 1943 жылы 15 қазан күні Алталаш ортақ қазақтың батыр қызы Манчук Маметова ерлікпен қаза тапқан болатын. Сол Манчук апамыз қаза тапқан Небель ауданының іргесінде 27 шақырым жердегі Заивани деревнясынан табылған Максим пулеметінің оғын салатын жәшік. Сол Небельдік поисковиктердің берген іздеушілердің және Манчук апамыздың соңғы шайқасы болған жердегі траншеядан осындай тікенді сым алып келдік. Небель қаласындағы Гвоздейка іздеу тобының командирінің орынбасары Иван Михайловичтің айтуы бойынша Манчук апамыз соңғы шайқасында 3-1-3-ті траншеяда бір өзі бірнеше пулеметпен жауға тойтарыс беріп ерлікпен қаза тапқан екен. Сонымен қоса Манчук апамыз сол қаза тапқан жерден топырақ алып келдік. Жалпы музей қорында қанша экспонат бар? Енді 1982 жылы 7 шілде күні музей ашылғанда музей қорында 300 жәдігер болған екен. Қазіргі таңда 10.856 жәдігеріміз бар. Соңғы жәдігерлер толығуда. Бұл енді жерлестеріміз түрлі аталарының, әкелерінің ұстанған заттарын беріп жатыр, музейге тапсыруда. Мысалы, әскери дәрігер болған Қамза Зейнуллиннің шинелі, шеруге арналған әскери парадный киім, костюм, военный киім әскери 3 ордені, 17 медалін табыстады інісі Жаслан Зайнуллин ағамыз. Енді Павлодардан келген самаурын жөнінде. Оны қазір Ажарбек Қалиқызы айтар деп тұрық, себебі жақында Павлодар қаласына Батыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейінен жылжымалы көрме апарылды. Сол кезде Павлодар қаласындағы музейден бізге 6 айға уақытша ұстауға осы самаурынды берген екен. Ол самаурынның тарихы қысқаша айтқанда жәдігерлердің бәрін көрмеге қою мүмкін емес па? Дұрыс айтасыз, көрмеге қою мүмкін емес, қорда сақталып тұрады. Оны мысалы майдангерлерге датыл оқиғалары болады ғой, 100 жас, 110 жас, 120 жас, сол кезде қордан алып жылжымалы көрме ұйымдастырамыз. Көрмеге сосын дөңгелек үстелдер, түрлі кездесу шараларын ұйымдастырамыз. Жаңа ұрпақтарын, туыстарын, көз көргендерді шақырып шаралар өткізіп тұрамыз. Бұрын енді мына фронтовичка деген не болды, ұйым болды қазір. Майдангерлер клубы болған, бұрын оның құрамында 69 әйел адам болған, олардың барлығы да өмірден өтіп кетті. Соңғы тұяғы Алевтина Тимофеевна Митрохина да өткен жылы өмірден өтіп кетті. Қазіргі таңда олардың ешкімі жоқ, майдангерлер клубының мүшелерінен. Бірақ жыл сайын біздер осы музей қорындағы сақталған майдангерлердің құжаттары, ұстанған заттары, киген киімдері, орден медальдары, куәліктері, өмірбаян деректерінен көрме ұйымдастырып тұрамыз музейде. Тұрақты түрде ұйымдастырылды. Бұл жәдігерлер Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Қамысты ауылдық округіне қарасты Қантүскен, Алғабас, Жайылма елді мекендерінен табылған жәдігерлер. Бұл жерде енді ат әбзелдері, үзеңгі, содан соң мынау винтовканың оқтары, тиын ақшалар, садақтың жебесінің ұшы, әшекей бұйым заттары мына жерде түрлі мінекей. Күміс қасықтар. Мына жерде басы сынған алюминий қасық бар. Бұда вермахт армиясының свастикасы, мінекей крест суреті бейнеленген құстың қанатымен. Содан соң самаурынның шүмектері мінекей. Және мынау ірі калибрлі пулеметтің оқтары, қолдан жасалған қайшылар, винтовканың затворы деуге болады. Ал мынау енді белбеудің темірлері, тағалар күмістен жасалған. Мінекей темір ақшалар 1753 жылдан 1976 жылдар аралығында шыққандар. Мына жерде енді мінекей кілт алқасымен, ашқыш кілтімен және садақтың оғы. Ал мінекей күміс әйел адамдардың әшекей заттары,
темір тарақ мына жерде мінекей. Ал мына бұл 1917 жылға дейін патшалы кезеңдегі қылыштар тағатын арнайы темір екен жасалған құрал. Әшекей заттар әйел адамдардың міне сақина, сырға, көздері бар тіпті арасында. Соның ішінде мінекей қабақ жұлатын, тырнақ тазалайтын да осындай құрал болған екен. Қысқаша осы